Жайланып отырамыз, немесе жатамыз. Терең тыныс алып, аузыңызбен жай шығарыңыз. Әр деміңізбен бірге уайым кетіп, орнына тыныштық пен махаббат келіп жатыр. Жүрегіңізбен сезініңіз, Алланың нұры сіздің үйіңізді, отбасыңызды қоршап тұр. Ол нұр, тыныштық, береке, бірлік пен мейірім нұры. Ішіңізден мына сөздерді қайталаңыз. Алла менің отбасымның қорғаушысы. Біздің үйімізде мейірім мен махаббат толы. Балаларым Алланың аманаты, нұры. Олар аман есен, бақытты, дендері сау, ақылды, иманды болып өсіп келеді. Терең тыныс аламыз. Тынысыңызды баяу шығарып, елестетіңіз. Үйіңізде бейбіт, тыныштық орнаған. Балаларыңыз шат-шадыман, күлкілері үйді нұрландырып тұр. Жолдасыңызбен, отбасы мүшелерімен татулық пен түністік бар. Айтыңыз, біздің үйде тек жақсы сөздер айтылады. Біздің шаңырақ Алланың берекесі түскен отбасы. Біздің арақатынасымыз махаббат пен құрметке негізделген. Бала шағаңызға жүрегіңізден махаббат жіберіп былай деңіз. Алла балаларымды өз қамқорлығына ал. Оларға адал дос, дана жүрек, мықты денсаулық, жарқын болашақ нәсіп ет. Олардың жүрегіне иман, жүзіне нұр, өміріне береке бер. Терең тыныс алыңыз. Тынысыңызды шығарып, сол тыныспен бірге барлық жақсылық сіздің отбасыңызға құйылып жатқанын сезініңіз. Қайталаңыз. Мен Алланың қолдауымен ең жақсы ата-анамын. Біз тату, берекелі, бір-бірімізге сүйеу бола білетін отбасымыз. Біздің өмірімізде тек шүкіршілік пен жақсылық бар. Ақырын көзіңізді ашыңыз. Ішіңізден әмин деңіз. Жүрегіңізде тыныштық, үйіңізде береке, балаларыңыздың өмірінде Алланың ерекше қорғанысы болсын. Әмин.